Тропикалық мұхитқа аттамайық. Қазір көретіндеріңіз сіздерді таңғалдыратыны анық. Мұндағы карпус деп аталатын ұзынша келген балық тіршілік етеді. Оның ірі жыртқыштардан жасырынатын арнайы жері немесе қабілеті жоқ. Тек бір ғана жол бар. Бұл галатурий немесе теңіз қияры. Ол өте баяу қозғалатын, планктондармен және органикалық қалдықтармен қоректенетін тіршілік иесі. Бұл бейненің ең қызығы, әлгі карпус балығы осы галатурийдің артқы бөлігінің ішінде өмір сүреді. Олар теңіз қиярының ішінде шағылысып, кейбірі тіпті оның жыныс бездерін де жейді. Ғалымдар мұны табиғаттағы ең оғаш тұрғын үй шешімдерінің бірі деп санайды. Галатурийдің артқы жағы тыныс алу мүшесі рөлінде атқарады. Кейде теңіз қияры карпустың жақындағанын байқаса, артқы тесігін тарылтып жабады. Бірақ тыныс алуын жалғастырады. Хал карпус бұл мәселені еш қиындықсыз шешеді. Құйрығының ұшын тесігіне тығып, теңіз қиярының тыныс алуын дөгейді. Ақыры теңіз қияры тыныс алу үшін тесігін ашуға мәжбүр болады. Міне, дәл осылай ол бәрібір оның артына кіріп кетеді. Қызығы, теңіз қияры өзін қорғау үшін арнайы жіп тәрізді мүшелерін атып, балықтарды қуып жібере алар еді. Бірақ карпустарға оны қолданбайды. Неге екені ғалымдар үшін әлі жұмбақ. Сиам шығанағына қарай аусақ. Мұнда тіршілік ететін киттер қарын тойдырудың ғажайып тәсілін меңгерген. Олар жай ғана аузын айқара ашып күтеді. Ал балықтар өздері-ақ киттің аузына секіріп түседі. Бұл әдісті олар жақында ғана ойлап тапқан. Себебі айналадағы әлем тез өзгеруде. Теңізге ауыл шаруашылығы қалдықтары төгіліп, су ластана бастады. Көптеген балықтар тірі қалу үшін оттегі молырақ болатын су бетіне жақын жүзуге мәжбүр. Бұл киттер сол балықтарға тәуелді. Әдетте олар су астында балықтарды сумен қоса жұтатын. Бірақ 15 тонна салмақпен суда қозғалу үшін көп энергия қажет. Ал қазір балықтардың жоғар жақта жүрулеріне байланысты бұндай аңшылық енді тиімсіз. Сондықтан олар жаңа, күшті, аса қажет етпейтін әдіс ойлап тапты. Қанша айтсаң да, жануарлар таңғалдырудан жалықтырмайды. Өздерінің ерекше тәсіл арқылы олар заманауи қиындықтарға бейімделіп келеді. Ал Солтүстік Американың өзендерінде одан да қызық құбылыстар бар. Мұнда еркек балықтардың бірі адамдардың 5000 жыл бұрын Мысырда істеген ісін қайталайды. Пирамида салады. Ол айналадан тас теріп бір жерге үйеді. Таңнан кешке дейін тек осы жұмыспен айналысады. Ағыс күшейген сайын ісі қиындай түссе де берілмейді. Басқа талықтар да дәл осылай жасап, оның тастарына көз тігеді. Қақтығыс туып, шайқас болады. Ірілеу жеңіп, жұмысын жалғастырады. Бірнеше күннен кейін шамамен 7000 тастан тұратын пирамида дайын болады. Таңғаларлық жетістік. Мұның бәрі ұрғашы балық үшін. Ол уылдырығын үлкен тас үйіндісіне шашқанды қалайды. Егер аталық ұрықтандырғысы келсе, соған лайықталуы тиіс. Бақытына қарай ұрғашы оның үйіндісін таңдады. Аталық кішкене шұңқыр жасап, сол жерге ұрғашы уылдырық шашады. Ал ол бірден ұрықтандырады. Міндет орындалды. Кейін шабақтар жарып шығады. Ал тас үйіндісін өзен ағысы біртіндеп шайып кетеді. Келесі жылы бәрін қайта бастауға тура келеді. Солтүстік бұғыларының мекеніне қарай аттанайық. Бұл жануарлар кейде біз бұрын сомды көрмеген біртүрлі әрекет жасайды. Еш себепсіз-ақ аяқ астынан бірігіп, шеңбер жасап айнала жүре бастайды. Мұның мәні неде? Олар не үшін бұлай істейді? Ең қызығы, мұны олар тек еркіндікте ғана емес, қоршаудың ішінде де жасайды. Осындай оғаш мінез құлықты түсіндіретін екі нұсқа бар. Соның ең негізгісі жыртқыштардан қорғану инстинкті. Көкжиекте қасқырлар көрінсе, әлсіз бұғылар, төлдер мен аналықтар шеңбердің ортасына жиналады, ал қалғандары айнала қозғалып шеңбер құрады. Осылайша жыртқыш табынға жақындай алмайды. Бірақ бұлар неге дәл осылай қоршаудың ішінде де айналып жүреді деген сұрақ туындайды. Бұл жануарлардың қорғану инстинкті осылай жұмыс істейді. Айналада қоршау бар ма жоқ па, оларға бәрібір. Екінші нұсқа бойынша бұғылар шеңбер жасап жүру арқылы бойларын жылытады. Алайда бұл нұсқа мүлдем сай келмейді. Себебі бұғылардың тері астындағы май қабаты мен қалың жүні оларды суықтан онсыз да жақсы қорғайды. Оның үстіне мұндай қозғалысты олар жылы ауа райында да жасай береді. Бұл тропикалық арал суларында кішкентай жартасқа өрмелеуші балықтар тіршілік етеді.
Олар теңізден өзеннің ең жақсы жерлеріне жету үшін жүзіп келеді. Бірақ оларда алда үлкен бір қиындық күтіп тұр. Биіктігі 135 метрлік сарқырама. Балықтар жоғарыға шығу керек, өйткені үстінде жыртқыш жоқ, тамаққа да бәсеке аз. Қарасаң, ол жерге көтерілу мүмкін емес сияқты. Бірақ бұл балықтар ерекше дене құрылымның арқасында жоғары көтеріле алады. Ауыздары сорғыш сияқты жұмыс істейді. Және ішперде жағында тастарға жабысуға мүмкіндік беретін тағы бір мүшесі бар. Сол екеуінің көмегімен тік жартасқа жабысып, баяу өрмелеп шығады. Бірақ жолда балықтардың көбісі қырылады, тіпті 99%-на дейін. Яғни тек 1% ғана өз мақсаттарына жетеді. Көтерілу бірнеше күнге созылады. Ақыры жоғарыға жеткен бақыттылары жыртқысыз, тамағы мол, жерде еркін өсіп өнеді. Бұл өлі бас сұңқар көбелегі. Көбелектер гүлдің нәрімен қоректенеді. Ал оның дернәсілдері егістік алқабының жауы. Бар жоғы 3 аптада ашқара жұлдыз құрттар 16 есе өседі. Бір құрт тұтас бұтан жей алады. Олардың бір тобы болса, бүтін бір егістікті құртып жіберу мүмкін. Жұлдыз құрттар аш жүруді ұнататпайды. Егер тамақ тапшылығы туындаса, олар бірден радикал шешімге келеді, яғни бірін-бір жей бастайды. Нағыз жұлдыз құрт каннибалдар. Осылайша болсын біреу тірі қалып, кейін көбелекке айналуға мүмкіндік алады. Құмырсқалар өте ақылды тіршілік иелерінің бірі. Мысалы, жер бетіндегі ең таңғаларлық құмырсқалардың бірі жапырақ кесетін құмырсқалар. Күн сайын ағаштан қаптаған жапырақ кесіп тасиды. Бірақ өздері оны жемейді, тіпті қорыта да алмайды. Онда не үшін керек? Жауабы олардың алып илеуінде. Кейбір илеулер автобус көлеміндей болады. Ішінде 8 миллионға дейін құмырсқа өмір сүреді. Осынша көп болуына себеп, олар адамнан әлде қайда бұрын ауыл шаруашылығын меңгерген. Олар саңырауқұлақтар өсіреді, ал жапырақты соған тыңайтқыш ретінде пайдаланады. Бұдан да қызығы, мал шаруашылығымен айналысатын құмырсқалар. Иә, ондай да бар. Кейбір түрлері бітелерді бағады. Бітелер қоректенген кезде тәтті шырын бөледі. Құмырсқалар артынан келіп, мұртшасымен түртіп, олардан сол сұйықтықты алады. Қанша көп түртсе, сонша көп тәтті тамшы шығады. Кейбір бітелер әр минут сайын бір тамшыдан бөледі. Күзде құмырсқалар бітелерді илеуге кіргізіп, жылы жерде сақтайды. Көктемде қайтадан сыртқа шығарады. Кейбір тіршілік иелері аман қалу үшін уақытша өлуі керек. Есі сөзге ұқсайды, бірақ Жаңа Зеландияның суық тауларында бұл расымен болады. Қарлы боран соғып, талай жәнді қатып қалады. Бірақ күн қайта шығып, сәл ғана жылынса болды. Бәрі еріп қайта тіршіліктерін жалғастырады. Мысалы, мына алып мұз болып қатқан шегіртке. Оның өмір сүру тәсілі осындай. Ол уақытша өліп, кейін қайта тіріле алады. Құпиясы, денесі арнайы ақуыздар бөледі. Сол ақуыздар жасушаның ішінде мұз кристалдарының пайда болуына жол бермейді. Мұндай қасиет кейбір бауырмен жорғалаушыларда бар. Қатып қалып, кейін ерген соң қайта тіршілігін жалғастыра алады. Олардың да денесі дәл сондай қорғаныш ақуыздарын шығарады. Зимбабведе 6 айдан бері жаңбыр жаумаған. Құрғақшылықта тамақ табу күн сайын қиындап барады. Африкалық акацияның бұтақтарында ақуызға бай жемістер бар, бірақ олар ең биік тұсында өседі. 6 метр биіктіктегі жеміске тіпті ең ірі жануарлардың өзі жете алмайды. Бұл аталық білге күніне шамамен 90 килограмм өсімдік жеу керек. Сондықтан оларға қиын кезде аман қалудың жаңа амалын ойлап табуға тура келді. Бірақ бұл үшін орасан күш қажет. Піл жай ғана артқы аяқтарына тік тұрып, тепе-теңдігін сақтайды. Өте сирек көрініс. Мұндайды аз ғана жабайы пілдер меңгерген. Оның салмағы 5 тонна. Сондықтан бұл нағыз ал күштің жұмысы. Жанындағы басқа жануарлар да осы мүмкіндікті пайдаланып қалады. Пілдер мыңдаған жыл бойы ақыл ой мен күшін Африкадағы құрғақшылықтан аман шығу үшін қолданып келеді. Ендеше біздің видеомыз осымен аяқталды.
Арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.